коркунучтуу жана кауіптүү жерлерин билгиңиз келеби? Бүгүн биз сиздерге осы элдин эң кауіптүү жана лас жерлерин көрсөтөбүз. Биз менен бирге коркунучтуу әңгимелер әлемине саяхат жасаңыз, гажайып купуяларды ашыңыз. Көптөгөн аңыздар мен мифтерге толы ежелги камалдардан бастап, тыныштык орнаган ауылдарга дейин Үндістанда жүректи аузуна келтиретін орындар жеткиликтүү. Бул бейнероликте биз эң коркунучтуу жана кауіптүү 5 жерге барамыз, олардын тарихын зерттеймиз, және неге олардың осындай коркунучтуу атакка ие болганын аныктауга тырысамыз. Егер сиз коркунучтуу окуйгалардын жанкүйөрү болсаңыз және Үндістандын купуялары тууралуу көбүрөөк билгиңиз келсе, онда бул бейнени соңуна дейин көрүңүз. Бизге косулуңуз, биз сиздерди коркунучтуу әлемге жетелейбиз. Биздин саяхатымызды Раджастан штатында орналаскан Кангарх камалынан баштайбыз. Бул эски камал Үндістандагы эң коркунучтуу орундардын бири болуп саналады, және онымен байланысты көптөгөн коркунучтуу аңыздар бар. Аңыз боюнча камалга Сингхи атты сикыршы гашык болгон адеми ханшайым Ратнаватиге гашык болуп калган. Ол ханшайымдын махабатына ие болуу үчүн кара магияны колданууду шешеди. Ханшайым бул тууралуу билип, сикыршынын жоспарын бузады. Ашууланган сикыршы камалды каргап, барлык тургундарынын өлүмүн болжайды. Бүгүнкү күнү Кангарх камалы кыйраган күйүндө тур, ал жергиликтүү тургундардын айтуунча, түндө камалда элестер пайда болот. Камалдын ичиндеги атмосфера өтө ауыр және коркунучтуу деп айтылады. Күн баткандан кийин камалга кирүүгө тыйым салынады. Себеби бул өтө кауіптүү болуп саналады. Көптөгөн адамдар түндө камалга жакындаганда және эч качан оралмаган кезде жоголуп кеткени тууралуу әңгимелер бар. Кангарх камалы купуялар мен аңыздарга толуу жумбак және коркунучтуу орун. Онун кыйраган кабыргалары канча кайгы мен коркунучту көргени белгисиз. Бирок бир нерсе анык. Бул орун узак убакыт бою адамдарды коркутуп, кызыктыра береді. Енді біз Ассам штатында орналаскан Жатинга алкабына барамыз. Бұл әдемі жер өзінің ерекше кубулысымен танымал, жыл сайын жүздеген, тіпті мыңдаған құс түсініксіз жағдайда өледі. Әсіресе жаңбырлы маусымда және тұманды түндерде құстар бағытын жоғалтып, ағаштарға, электр желілеріне және ғимараттарға соғылып өледі. Ғалымдар бұл кубулысты түсіндіруге тырысты, бірақ нақты жауап әлі күнге дейін табылған жоқ. Кейбіреулер бұл құстардың магнит өрісінің бұзылуына байланысты бағытын жоғалтады деп санайды. Ал басқалары бұл құстардың мінез құлқында ауытқулар тудыратын табиғи газдың әсері деп санайды. Жергілікті тұрғындар бұл құбылысты зұлым рухтардың ісі деп санайды және алқапты қарғыланған деп санайды. Жатинга алқабы ғалымдарды да, туристерде таң қалдыратын жұмбақ және коркунучтуу орын. Құстардың жаппай өлімі бұл табиғаттың әлі күнге дейін толық түсіндірілмеген купуяларының бірі. Біздің келесі аялдамамыз Махараштра штатындағы Шани Шингнапур ауылы. Бұл ауыл бүкіл әлемге ерекше дәстүрімен танымал. Мұнда үйлерде есіктер мен терезелер жоқ. Жергілікті тұрғындар Шани құдайы оларды ұрылардан және басқа да бақытсыздықтардан қорғайды деп санайды. Аңыз бойынша, бірнеше ғасыр бұрын ауылда қатты дауыл болған. Бірақ Шани құдайының мүсініне ешқандай зақым келмеген. Содан бері ауыл тұрғындары Шани құдайы олардың қорғаушысы деп санайды. Және оған деген құрмет ретінде үйлерінде есіктер мен терезелер орнатпайды. Ауыл тұрғындарының айтуынша, егер біреу ауылдан бірдеңе ұрласа, ол Шани құдайының қарғысына ұшырайды. Шани Шингнапур бұл дәстүр мен сенім күшіне керемет мысал болатын ерекше және бірегей орын. Біздің саяхатымыз бізді Раджастан штатындағы тағы бір жұмбақ орынға, Култхар ауылына алып барады. Бұл ауыл бір кездері гүлденген сауда орталығы болған. Бірақ 19 ғасырдың басында барлық тұрғындар түн ішінде жоғалып кеткен. Аңыз бойынша, Паливал Брахманс кастасынан шыққан ауыл тұрғындары жергілікті министрдің қызына ғашық болып, оны ұрлап әкетуге тырысқан. Министр ашуланып, ауыл тұрғындарына қарғыс айтқан, ал ауылды мәңгілікке тастап кетуге мәжбүр еткен. Бүгінгі күні Култхара ауылы елестер мекендейтін қалды. Тұрғындардың кенеттен жоғалуы және ауылдың қарғысы туралы әңгімелер Култхараны Үндістандағы ең қорқынышты орындардың біріне айналдырды. Ауылда түсініксіз құбылыстар мен әдеттен тыс дыбыстар туралы көптеген әңгімелер бар.
күн батқаннан кейін ауылға кіруге тыйым салынады. Себебі жергілікті тұрғындар бұл уақытта ауылда зұлым рухтар пайда болады деп санайды. Көптеген туристер Кулдхара ауылына баруға тырысады. Бірақ жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл орынға барғаннан кейін көптеген адамдар ауырып қалады, немесе басқа да бақытсыздықтарға тап болады. Біздің саяхатымызды Үндістанның астанасы Дели қаласынан аяқтаймыз. Қаланың әдемі саябақтары мен тарихи ескерткіштерінің арасында Делиде қараңғы және қауіпті жерлер де бар. Қаланың Ласа аудандары бұл кедейлік, қылмыс және есірткінің ортасы. Бұл жерде өмір сүру өте қауіпті, әсіресе туристер үшін. Қараңғы көшелерде ұрылар, қарақшылар және есірткі сатушылар толып жүреді. Мұндай аудандарда полиция да көмектесе алмайды. Делидің Ласа аудандары бұл адам саудасының орталығы. Әйелдер мен балаларды күштеп жұмыс істету және жезөкшелікке сату мақсатында ұрлап кетеді. Бұл жерлерде өмір сүру, бұл күн сайын өліммен бетпе-бет келу. Кез келген қателік өлімге әкелуі мүмкін. Біз сіздерге Дели қаласына барғанда өте абай болуларыңызды ескертеміз. Қаланың Лас аудандарына бармаңыз, әсіресе жалғыз болсаңыз. Міне біздің Үндістанның ең қорқынышты және қауіпті 5 жеріне саяхатымыз аяқталды. Бұл елде әдемі және таңғажайып жерлер көп болғанымен, қауіпті жерлерді де ұмытпау керек. Бұл бейне сіздер үшін қызықты болды деп үміттенемін.